Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің YouTube парақшама қош келдіңіздер. Бүгін достар, мен сіздерге осындай өте дәмді, жұмсақ болып шығатын, ең бастысы тез дайындалатын печеньенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Описанияда тұрған Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз осылай отқа қоятын ыдысымызды алып, оның ішіне сүтімізді, қантымызды, тұз, ванилин салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін оны оттың үстіне қоятын боламыз. Осылай пештің үстіне қойыңыздар. Және де араластыра отырып, астын баяу етіп шығарыңыздар. Ысытудың қажеті жоқ, біздің қантымыз еру керек тек қана. Одан кейін еріген сары майдың үстіне жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырамыз. Жаңағы сиропымыздың үстіне біздің осы жаңағы сары майменен жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап венчикпенен араластырамыз. Барлық массаны біріктіреміз. Ол үшін біз ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, қасықпен жақсылап араластырып жібереміз. Одан кейін илектен осы массаның үстіне біздің ұнымызды салып, қасықпенен араластырамыз. Міндетті түрде қасықпен араластырыңыздар, қолменен араластырудың қажеті жоқ. Пищевой пленкамызге біздің қамырымызды орап, тоңазытқышқа 40 минутқа жібереміз. Яғни салып қоямыз. Менде 40 минуттай тұрды. Одан кейін осылай 7-8 мм қалыңдықта жаятын боламыз. Және де осындай касенің көмегіменен біз дөңгелектер кесіп шығамыз. Менде печенье дөңгелек болады. Сіздер өздеріңіз қалаған формада кесеңіздер болады. Осы пергамент қағазымызды противенімізға қойып, оның үстін кішкене күнбағыс майымен майлап, 180 градуста 25-20 минуттай пісіріп аламыз. Менде бұл печенье шамамен 20 минуттай пісті. 5 минутты мен сол духовканың ішіне салып қойдым. Өзі бұғып, осылай күшті болып қызарып пісті. Мінеки достар, бізде осындай өте дәмді, сондай керемет болып шығатын печенье дайын болды. Ең бастысы тез дайындалады, тоңазытқышта бар ингредиенттерден жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.